Армысыздар, ардақты қонақтар, аяулы оқушылар мен ұстаздар. Бүгінгі Семей полигоны тарихтың қасіретті беттері атты экологиялық кешімізге қош келдіңіздер. Қарашы кең далаға, мәз боласың, ұқсайсың жас балаға. Ол шетімен, бұл шетіне жүгірсең, шашайсың ба құмарың бір қанамы. Уадариға алтын бесік туған жер, қадіріңді келсең білмей кешігір. Жаталмасем топырағыңа тебіренбе, ақын емес тасың болсаң менегер. Неткен байтақ, неткен ұлы жер едің, ненде күйге жүрегімді бөледің. Сенде тудым, сенде өстім, сенде өлсем. Арманым жоқ бұл дүниеде дер едім. Мен де өзіңдей байтақ едім, кең едім. Қызығыңды көріп еркін келемін. Сен де аямай бердің маған барыңды. Мен де аямай барым саған беремін. Болдым ғашық туған дала мен саған. Алыс жүрсем арманым сен аңсаған. Жақын жүрсең мен төрінде рахаттым. Алтын діңге менің қолым босаған. 1947 жылы 21 тамызда КСР үкіметінің арнайы қаулысымен Семей 21 деген шартты түрде жаңа жасырын қала пайда болды. Қала әскери өнеркәсіптік кешенінің мүлде жаңа құрылымына, яғни ядролық сынақ полигоны толық қызмет етуге тиіс болды. Алға қойылған міндеттерден бұрын соңды көз көріп, құлақ естімеген құрамды ескеріле отырып, ядролық сынақ полигоны жақын орналасқан жайылымдар, шабындықтар, таулы қаттар есебінен 37 шаршы километрде жер бөлініп берді. Осына ядролық полигон инфрақұрылымы Курчатов қаласынан реакторлар кешенінен Балапан, Г дегелеңдегі сейсмолог үшін сынақ алаңдан және де тағы да басқа ұсақ тәжірибелік алаңдарды қамтиды. Пейілді. Дархан жүректі қонақжай елімнің байтақ жерінен басқа жер таппағандай, атом бомбасының сынақ алаңына айналдырғандар, талай жанның көз жасына қалғаны хақ. Семей ядролық полигонындағы сынақтардың жалпы саны 456 ядролық және термоядролық жарылыста жылына 14-18 сынақ құрады. Олардың 116-сы ашық болды жер бетінде әуе кеңістігінде жасалды. Сынақтан өткізілген ядролық зарядтардың жалпы қуаты 1945 жылы Хиросимаға тасталған атом бомбасының қуатынан 2,5 есе көп болды. Жода алғашқы атом бомбасының жарылуы еді. Полигонда жаңа танталды жұлдыздың туын Лаврентий Берия, Сергей Курчатов, әскери бастықтар мен атақты ғалымдар. Кеңестік атом бомбасының толып жатқан идеологиялық, идеялық және де техникалық аталары тасадан бақылап тұрған болатын. 1949 жылғы жер бетіндегі алғашқы жарылыстан бастап, Семей және Павлодар облыстарының радиациялық сәулеленуіне ұшыраған басқа аумақтардың тұрғындарының арасында сырқаттың ұдайы өсуі байқалған. Бұл өкпе және сүт безінің рагы, лимфогемобластоз және басқа да қауіпті ісікті патологиялар. Семей полигонына жақын орналасқан аудандарда дамуы жағынан тәндік және есту кемшіліктері арқылы сәбилер дүниеге көп келген болатын. Адамзат осыншама ессізбен, жер емес пе бар байлығың несібен, ғаламшарды от жалмен орайсың, шықпап бедің туып өсіп төсінен. Салмақты ойлы халықпыз ғой жалпы біз, салауатты бейбіт күн боп салтымыз. Елбасы бар Нұрсұлтандай көреген, ақ тілеулі Қазақстан халқымыз. Бүгінде Семей полигонының ресми жабылғанына 30 жылдай толып отыр. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерекесімен тұспа-тұс келіп отырған осы айтулы оқиғаны әрбір жас білуі тиіс. 2001 жылдың 29 тамызында Семей қаласында Полковничий аралында Семей ядролық полигонының құрбандарына арналған үлкен ескерткіш орнатылды. Өлімнен де күшті мемориал жобасының авторы Шота Уәлихан. Табиғатқа тартпай қоймас адамдар, суда балық, көк жүзінде қыран бар. Жең алмайды тірліктегі бірлікті, ашылса да алталауыз араңдар. Жер қайыспас өз өндірген салмақтан, қашпайды ешкім ажал деген қармақтан. Өзі жасап жұмақ жердің үстінде, құтыла алмай келе жатыр тозақтан. Баласымыз ғаламшардың жер деген, ғасыр бар ма көрегесін көрмеген,
қиян кескі ғажайыптар болса да, адам жасасады жерменен. Жарылыс тоқтасын! Жарылыс тоқтасын! Ядролық жарылыс тоқтасын! Ядролық жарылыс тоқтасын! Ядролық қару жойылсын! Ядролық қару жойылсын!